Kur'an yazdı. Merez cakap kaldı. Buna Peygamberimiz Aleyhisselam hadisinde ayetinde inna li kulli şeyin kalban ve kalbul Kur'an yasin. Manası arasında her bir nesinin жүрегі болады дейді. Kur'an-ı Kerim'in жүрегі Yasin suresi деген. Құрметті жамағат. Мен айтайын деген мынау қазір сауапты тірлік істеп жатыр, мынау сауапты жас неғылатын абзал қаршы айтымыз әулетімен балаша несімен бүгін бауырлармен Аллахтың сауап нәсібесін қабыл етсін. Осы жерде мына Құран оқыған жерде дуа қабыл болады. Оның ішінде Ясин сүресі оқылса, Ясин сүресі оқыған жерде дуа қабыл болады дейді. Шифалы аяттар, шифалы дұғалар деген кітап береді. Құранның жүрегі Ясин сүресінің 20 түрлі қасиеті бар дейді. 20 түрлі қасиеті, оның ішінде айтады мынау ауру адам болса шифа табады дейді. Қауіп қатердегі оқыған адам болса қауіп қатерден құтылады дейді. Бойдағы адаммен оқыса әйелді үйленеді дейді. Қарны аш адам оқыса қарны тояды дейді. Қай жерде Ясин сүресі көп оқыса сол ауылда Аллахтың осы Ясин сүресін құрмет үшін сол ауылды бәле жардан апаттан аман сақтайды дейді. Қысқасы сөздер Ясин сүресі оқыған өте көп нәрсе жақсы болады. Дуа тілек қабыл болады дейді. Сол айтайын деген осы біздің ауылда сонда бір үрдіс жаңағы қалыптасып кетті. Ясин сүресін әрдайым оқылсын жиындарда, Құдай астарда, сақыптықтарда соны бір 12 минут оқысақ соған қалай қарайсыздар? Қасымызда 12 минут келеді соған. Артынан жақсы дуа қыламыз, ауылымызға, ауданымызға, бәріміз имамдарға, бәріміз дуа қыламыз артынан жақсылап. Дұрыс па? Қалай қарайсыздар?